Баршаңызға сәлем бердік. Бүгін сіздермен таңқурайдан тосап әзірлейміз. Таңқурайды аз ғана салқын сумен жуып аламыз. Көп жусақ езіліп кетеді. Жуылған таңқурайымызды блендердің көмегімен немесе арнайы мясорубкадан жақсылап өткізіп аламыз. 3 дана аспиринімізді жақсылап езіп таңқурайымызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бірге бір қатынаста шекер саламыз, яғни 6 кг таңқурайға 6 кг шекер саламыз. Жақсылап ергенше араластырамыз. Осымен біздің таңқурайдан тосабымыз дайын, өте дәмді әрі витаминге толы. Егер де қайнататын болсақ, өзінің бойындағы пайдалы заттарын жоғалтатын болады. Сондықтан қайнатпай, осылайынан жасап, баклажкаға құйып, морозильникте немесе банкілерге құйып, холодильникте сақтауға болады. Жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.